Есіміңіз кім екен? Менің атым Жавбек Мәхәрімов. Сіз қай жерде тұрасыз? Әзербайжан азаматымын, Баку қаласында тұрамын. Артыңызда не бар екен? Артымда Қыз қаласы орналасқан. Біз қала дейміз, сіз қазақтар қорған дейсіз. Қала сөзін. Негізі Бақыдамыз ғой, Иә. Иә. Сіз қазақша сөйлеп тұрсыз ғой. Қалай үйрендіңіз? Біріншіден, менің қазақ тілін неге үйрендің, не үшін үйрендің деп сұрақ қойған қазақтарға, бұл менің өз тілім, өз ана тілім деп айтамын. Бұл жалан сөз емес. Біз бәріміз түркі болғаны себебінен бір-бірімізді сыйлауымыз, бір-бірімізді жақсы көруіміз керек. Осы себептен мен 21 жасымда, 2015 жылында қазақ тілін үйренуге бастадым. Қазақ мәдениетімен, қазақ тарихымен қызықтаған кезде маған өте қазақ тілі ұнайды. Осы себептен қазақ тілін үйрендім, және қазақ тілін үйрену мен үшін қиын емес. Себебі мен қазақ тілін достарыммен бір-бірімізге жазып, бір-бірімізбен сөйлесіп үйрендім. Ешбір грамматика кітабы оқыған жоқпын. Ешқашан Қазақстанда болған жоқпын. Арман Нұрмахамбетов ағамыздан басқа ешбір қазақпен шын өмірде сөйлескен жоқпын. Бәрімен интернет арқылы сөйлескенмен, және тез сөйлескен жоқпын. Сонда сіздің ешқандай қазақ тіліне үйрететін мұғалім болған жоқ? Иә. Курсқа ешқандай мектепке барған жоқ, кітап оқыған жоқ, интернет арқылы үйреніп кеттіңіз? Жай ғана қазақ достарыммен сөйлесіп, бір-бірімізге жазып, олардың посттарын оқып, қазақ әндерін, күйлерін тыңдап, осы кейбір киноларын көріп осында үйрендім. Енді қазақша үйрене алмай жүретін қазақтарға негізі мен оны көтере алмаймын, үйрене алмаймын деп жүргендерге не дейсіз? Біріншісі, бұл дүниеде мүмкінсіз еш нәрсе жоқ. Бұдан кейін әрбір адамның өзіне борыш білу керек, әрбір қазақтың өзіне борыш білу керек, өз ана тілін жақсы білу, жақсы меңгеру. Бұдан кейін қазақ тілін жақсы білетін қазақтар да қазақ тілін үйренуге тырысатын қазақтарды жек көрмеу керек. Оларға көмек беру керек. Оларға көмек беруден кейін бәрі жақсы болады. Мен осындай түсінемін. Қазақ елінде болғансыз ба? Жоқ, ешқашан. Қай жерге барғыңыз келеді, қай қалаға? Нені көру керек ниетіңіз бар? Алматы қаласын, Алматы, одан кейін Бурабай деген жер бар. Ол жерде естідім, суреттерін көрдім, маған өте ұнайды. Бұлай. Ал қазақ батырлар, қыздар, осы жігітті кім бірінші қонаққа шақыратынды көрейік. Сау, саламат болыңыздар. Сау болыңыз. Рахмет.